Баршаңызға қайырлы күн, достар, қалайсыздар? Бүгін осындай маршмеллоуды өзіміз жасап көреміз. Бұл өте тәтті, балалардың сүйіп жейтін тәттілерінің бірі. Ол үшін бізге 4 қана зат керек: желатин, су, қант және де глюкозный сироп. Глюкозный сироп кез келген кондитерский магазинде сатады. Ал енді маршмеллоумызды жасауға кірісеміз. Ол үшін 140 мг суды 2 ыдысқа бөлеміз. Бірінші ыдысқа желатинді салу үшін, екінші ыдысқа қантты салу үшін. Қантымызды темір ыдысқа құйылған судың үстіне құйып, үстіне кішкене тұз саламыз. Оның үстіне глюкозный сиропымызды саламыз, 80 грамм. Және де осыны баяу отта әбден ерігенше араластыру арқылы қайнатамыз. Әбден қайнағанша араластырамыз, ал қайнағаннан кейін отыңызды ең баяуға қойып, 8 минут бойы, таймерді қойып қойыңыз, 8 минут бойы араластырмай қайнатамыз. 8 минут араластырусыз біздің сиропымыз қайнап жатырған кезде желатинді суға араластырып қоямыз. Міне сиропымыз 8 минут бізде қайнады. Енді желатинімізді әбден ертеміз водяной баняда. Ол үшін осылай ыдыстың ішіне су құйып, оның үстіне желатинді ыдысымен қойып, әбден түйіршіктері ергенше мен суда, яғни водяной баняда ертіп аламын желатинді. Достар, желатин қайнап кетпеу керек, ол жай ғана еру керек. Сондықтан да мына судың астындағы отты баяуға қойып қойыңыз. Міне менің желатинім әбден еріді, мен оны қайнатқан жоқпын. Енді осы желатинді бір ыдысқа құйып алып, жай ғана миксердің жылдамдығын бірге қойып, жай ғана араластырып аламын бірінші желатинді. Ал енді миксердің жылдамдығын арттырамын да, миксерге тигізбей, жайлап сиропымызды құя бастаймыз. Және де жылдамдығын айтқандай арттырыңыз миксердің. Достар, мен мына маршмеллоуны алғаш рет жасауым, рецепті тексеріп жатырмын десек те болады. Егер де тап осы рецептпен осылай жасасаңыз, сіздерде де шығу керек маршмеллоу. Міне мен сироптың барлығын құйып болдым. Енді 10-15 минут жақсылап миксермен осы массамызды соғамыз. Миксеріңіздің жылдамдығына байланысты 10 минут немесе 15 минут міндетті түрде соғыңыз. Достар, маршмеллоуды соғуға менде 10 минут уақытым кетті. Видеода байқап тұрсаңыз, біздің маршмеллоумыздың көлемі ұлғайып жатыр және де ағарып жатыр. Егер де сіз маршмеллоуыңызды басқа цветке бояғыңыз келсе, краситель қосуға болады. Мен жай ғана ақ маршмеллоу жасадым. Міне байқап тұрсаңыз, достар, уақыт өткен сайын көлемі үлкейіп және де миксерге жабысып жатыр. Миксеріңізді баяу жылдамдыққа қойған кезде, осылай массы миксеріңізден түсіп қалып жатса, сол уақытта ғана маршмеллоу дайын деп есептеуге болады. Ал енді маршмеллоумызды формалаймыз. Мен осындай насадкаға массамды салып, пергамент қағазын міндетті түрде майлап жібересіз. Пергамент қағазын үстіне осылай ұзын-ұзыннан жағып шықтым. Маршмеллоуны формалап қойып, 3-4 сағат әбден қатқанша маршмеллоумыз күтеміз. Яғни осы бөлме температурасында осылай қоясыздар. Достар, маршмеллоу өте жабысқақ қолға, сондықтан маған формалау кішкене қиынға соқты, бірақ нәтижесінде әдемі маршмеллоулар бізде пайда болады. Менде 4 сағат уақыт өтті, маршмеллоуларым қатты. Енді бір ас қасық кукурузный крахмал мен бір ас қасық сахарная пудра екеуін осылай араластырып аламыз.
маршмеллоу өте қолға жабысқақ, сондықтан қолымызды, қайшымызды барлығына кукурузный крахмалды осылай жағамыз. Ал енді маршмеллоумызды да осы крахмалға салып, бір аунатып аламыз. Маршмеллоу өте жабысқақ болғандықтан кукурузный крахмалды аямай себуге болады осылай. Енді осы маршмеллоуларды қайшымызбен қиып шығамыз. Қиылған маршмеллоуларды осы крахмалға әбден араластырамыз да ситамен елеп аламыз. Нәтижесінде достар, бізде осындай керемет маршмеллоулар шықты. Дүкеннің маршмеллоусынан ешқандай айырмашылығы жоқ. Жасап көріңіздер, балаларыңыз болса, балаларыңыз өте қуанып қалады. Достар, рецепт ұнаса, маған әрине реакцияларыңызды аямаңыздар. Лайк, комментарий күтемін сіздерден. Сау болыңыздар, менімен болғандарыңызға көп рахмет.